Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Мен бірінші сұрағым оқу ағарту министрлігіне қазіргі таңда білім беру саласын қаржыландыру облыстық деңгейде жүзеге асырылады. Бұл көптеген мектептердегі мәселені шешуге мүмкіндік бермейді. Өйткені мектептер аудандық жерлерде, елді мекендерде орналасқан. Аудан әкімі егер де мектепте қазандық істен шықса, ескі сынатын болса, жөндеу жүргізу керек болса, еш нәрсе істей алмайды. Ондай қаражат жоқ. Сондықтан да сұрағым, білім беру мәселесін қаржыландыруды аудандық бюджетке беру мәселесі қашан шешіледі? Екінші сұрағым, премьер-министрдің орынбасары Дүйсенова Тамара Қасымқызына арналады. Жақында парламенттің бірлескен отырысында Конституциялық соттың төрайымы Эльвира Азимова Семей ядролық полигонынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау шараларын қабылдау қажеттігін атап өтті, ұсыныс енгізді. Бұл туралы депутаттық сауалда жолдағанбыз. Үкімет депутаттық сауал ерекше бақылауда, ол мүдделі мемлекеттік органдармен қарастырылады деген. Осы мәселе қалай шешіледі және қашан шешіледі? Бірінші сұрақ оқу ағарту министрлігінің өкіліне. Микрофон қосыңыздар. Рахмет. Құрметті Нұртай Салихұлы, өзіңіз білесіз, 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап жаңа вертикаль, яғни облыстық білім саласын қаржыландыру облыстық деңгейге өткізілді. Қазіргі күнде көптеген шаруашылық мәселелерді аудандық деңгейге беру мәселесі жергілікті жерлерде көтеріліп жүр. Оның тиімділігін арттыру үшін басқарудың осы мақсатта біз осы жаңа енгізілген қолданыстағы вертикальға талдау жасап, мүдделі мемлекеттік органдармен алдымен осы аудандық деңгейлерге шаруашылық мәселелер бойынша қаржыландыру мәселелерін беру үшін, құзыреттерін беру үшін пилоттық сынақтама өткізу керек деп шешім қабылданып отыр. Қазіргі уақытта Шығыс Қазақстан және Түркістан облыстары осы пилоттық режимдегі сынақтамадан өтуге дайындықтарын білдіріп отыр. Түпкілікті шешім осы пилоттық жұмыстардан кейін қабылданатын болады. Тамара Қасымовна, сіздің микрофон қоссын. Рахмет сұрағыңызға. Нұртай Салихұлы, бұл проблеманы өзіңізбен бірге бірнеше жылдан бері алып бара жатырмыз. Сондықтан қазір екі мәселе қаралған болатын. Территориядағы радиацияның дозасын анықтаймыз ба, немесе азаматтардың организмдегі радиациялық дозаны анықтаймыз ба деп. Сонымен екінші мәселеге келіп тірелдік. Қазір денсаулық сақтау министрлігі осы бойынша үлкен ғылыми зерттеу жұмыстарын 2025 жылы аяқтайын деп отыр. Сонымен бірге Семейдегі Мединститутпен бірге сол жердегі азаматтардың үлкен базасы бар, сол базамен жұмыс істеп жатыр. Біз 2025 жылға қарай әр азаматтың несіндегі организмдегі радиациялық дозаға қарай әлеуметтік көмекті де, медициналық көмекті де қайтадан қарайтын боламыз.